Мысырдан көшіп шығу жазбасының бірінші бөлімінде ежелгі Израиль халқының құлдықтан құтқарылғаны туралы баяндалған. Адамдар Мысырдан көшіп шығу тарихы дегенде сол тарауларды меңзейді. Бірақ бұл жазбаның екінші бөлімі де бар. Онда Мұса пайғамбардың Израиль халқына 10 өсиетті және киелі шатыр құру туралы нұсқауларды тапсырғаны жөнінде баяндалған. Бұл екі бөлімді бір өте маңызды оқиға біріктіреді. Израиль халқы айдалада Синай атты таудың етегінде қоныстанған еді. Сонда найзағай жарқылдап күн күркіреді. Және жаратқан иенің салтанатты ұлылығы қалың бұлтқа оранып, аспаннан тау басына түсті. Енді бір сәтке тоқтап, жаратқан иенің өз халқының арасында болу деген ұғым туралы сөйлесейік. Өйткені ол бұл жазбаның қалған бөлігінен маңызды орын алады. Киелі кітаптың басында адамдардың Эдем бағында жаратқан иенің қасында өмір сүргені туралы айтылған. Олар онымен тығыз қарым-қатынаста тұрды және бұл шынымен игілікті болды. Бірақ адамдар жаратқан иеге қарсы бас көтеріп, соның кесірінен онымен қарым-қатынастар үзілді. Өйткені оның алдына апаратын жолға бөгет қойылды. Әйтсе де, жаратқан ие Ыбырайымға бар ұлттарды қайтадан жарылқайтыны жайлы уәде берді. Бұл жарылқау олардың жаратқан иемен қарым-қатынастарының қалпына келіп, оның алдына бара алу мүмкіндігін қамтиды. Сонымен мұнда Синай тауының беткейінде жаратқан ие Израиль халқының қасына келді. Алайда бұл өте қорқынышты болды. Жаратқан ие сол жерде Израиль халқын өзімен бірегей тығыз қарым-қатынасқа шақырды. Ол бұл қарым-қатынасты сипаттау үшін келісім сөзін қолданды. Келісім жаратқан ие мен Израиль арасындағы шартнама іспетті. Бұл ерекше жайт, өйткені осыған дейін жаратқан ие көрсеткен игілігі үшін Израильден бірдеңе істеуді емес, өзіне сенім артуды ғана күткен еді. Бірақ Синай тауында жаратқан ие Израильге бірдеңе істеуді нұсқады. Шын мәнінде ол халыққа көп нәрсе істеуді тапсырды. Жаратқан ие оларға 10 өсиетті де қамтитын Таурат заңының толық жинағын берді. Егер Израиль осы өсиеттерді орындайтын болса, онда олар жаратқан иенің өкілдері ретінде оны дүние жүзіндегі ұлттарға танытатын халыққа айналады. Діни қызметкерлер де осындай қызмет атқаратын. Иә, расында Құдай халықты діни қызметкерлер патшалығы болуға шақырды. Мұның бәрі жаратқан иенің Ыбырайымға оның әулеті арқылы бар ұлттарды жарылқайтын туралы берген уәдесімен байланысты. Иә, бірақ сол заңдарға бағыну қиынға соқпақ. Өйткені бұл ережелер өте көп, әрі жоғарғы деңгейдегі мойынсынуды талап етеді. Ал егер бұл жайлы ойланып қарасақ, дүниедегі күллі халықтардың ішінде мұны істей алатын Израиль болуы керек еді. Өйткені олар жаратқан ие өздерін құлдықтан құтқарған кезде, оның рахымы мен құдіретін өз көздерімен көрген болатын. Халық шарттарды орындауға келісті, бірақ олар өліп қалармыз деп зәрелер ұшып, Құдайдың даусын ести беруден бас тартты. Халық соншама қатты қорыққандықтан, Мұса жаратқан иемен кездесу үшін тағы да тау басына жалғыз көтерілді. Бірақ жаратқан ие әлі де бүкіл халқымен бірге болғысы келді. Сондықтан ол, жарайды, халық менің алдыма келуге қорқса, онда мен олармен бірге болу үшін осы таудан төмен түсемін деп ұйғарды. Сол себептен жаратқан ие Мұсаға өзінің халқының арасында тұратын мекен ретінде киелі шатыр құруды бұйырды. Міне, сондықтан біз жазбадағы келесі 7 тараудан сол шатырды жасап, құру жайлы егжей-тегжейлі нұсқауларды оқимыз. Бұлар шынымен өте ұзақ нұсқаулар. Бірақ әрбір бөлшек маңызды және қандай да бір астарлы мағынаға ие. Мысалы, киелі шатырдың ішінде Эдем бағында болған түрлі нәрселердің бейнелері бар. Олар киелі шатырға кірген адамның жаратқан иенің алдында екенін есіне салды. Содан кейін біз халықтың киелі шатырды қалай құрғаны жайлы сипаттайтын тағы 6 тарауды оқимыз. Оларда сол нұсқаулар негізінде сөзбе-сөз қайталанған. Ал енді біраз кері қайтуымыз керек. Өйткені киелі шатыр құрылмас бұрын өте қайғылы бір оқиға орын алды. Мұса пайғамбар 10 өсиет жазылған 2 тас тақташаны қолына ұстап, тау басынан төмен түскенде, Израиль халқының келісімнің алғашқы 2 өсиетін бұзып жатқан істерінің үстінен түсті. Сенің менен басқа ешқандай тәңірлерің болмасын. Тәңір бейнелеріне табынбаңдар. Иә, солай. Мына оқиға орын алды. Халық 10 өсиетке мойынсынуға сөз бергеннен кейін азғана күн өткенде, жалған тәңір мүсініне табынып, азғын ойындар ойнап, тойлай бастаған еді. Сондықтан жаратқан ие Мұсаға мынадай сөздер айтты. Бұл халықтың тоң мойын қыңыр екеніне көзім жетті. Мен оларды құртып жібермекпін. Содан кейін сенен бір үлкен халықты жаратамын. Бірақ Мұса жаратқан иенің Ыбырайымға берген уәдесін есіне түсіріп, одан халықты құтқаруды өтінді. Бұл шынымен ерекше тілдесу болды. Бір нәрсені жаратқан иенің есіне салудың қажеті қанша? Иә,
бұл оғаштау болып көрінеді. Бірақ біз сол тілдесу арқылы жаратқан иенің Израильдің іс-әрекетіне байланысты сезінген қайғы қасіретін көре аламыз. Жаратқан иенің Израильден бас тартуы да мүмкін еді. Бірақ оның орнына ол өзінің берген уәделеріне адал болуды таңдады. Алайда ол сол үшін келешекте өзінің аса бағалы құрбандық беретінін білді. Осылайша біз жазбаның соңына жеттік. Киелі шатыр орнатылды. Құдайдың нұрлы салтанаты тау басынан төмендеп, киелі шатырдың ішін толтырды. Соңында Мұса пайғамбар жаратқан иенің алдына бару үшін киелі шатырға кірмек болды. Бірақ оған кіре алмады. Пайғамбар расында ішке кіре алмады. Жазба осымен аяқталады. Неге ол кіре алмады? Мәселенің өзі сол. Израиль алтыннан жасалған жас бұқа мүсініне табынғанда, бұл іс арқылы Құдайдың адалдығын аяқ асты еткендей болды. Сондықтан Мұса бәрі жақсы болғандағы сияқты киелі шатырға емін-еркін кіре алмады. Халықтың жаратқан иемен қарым-қатынасында әлі де терең мәселе бар еді. Олай болса, олар алдағы уақытта жаратқан иемен қарым-қатынасын түзетіп, оның алдына бара алатын бе еді? Таураттағы келесі жазба, Леуіліктер жазбасының негізгі мазмұны осы туралы болмақ.